Сүйінші халқым, малшылар енді ерте зейнетке шығып, балалары тегін оқып, әскери қызметтен босатылады. Тамаша жаңалық емес пе? Қазақстанда мал шаруашылығын қарыштап даму үшін енді бұдан артық өкімет не істеуі керек? Бұл туралы Сауда және интеграция министрі Серік Жұманғарин мырза хабарлады. Демек, бұл жай-май қаңқу сөз емес, жүзеге асу мүмкіндігі толық ақпарат. Ойлаңызшы, ауылға барып мал бағасын топырлатып, сиыр шұбыртып, қой жүйткітіп, жылқы жаясың, жал жая жейсінге тура бір әскерилер сияқты еп-ерте шашқа ақ түспей, пенсияға шығасың да кетесің. Бейнеттің бағасы осылай ақталып жатса, жаның рахаттанады ғой, Достар, мына видеоны мал ұстайтын таныстарыңызға жіберіп, пенсияға ерте шығатын болдың, родной деп хат жазып жібермейсіңдер ме? Айтпақшы, арнаға тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қалай ойлайсыздар? Қазақстанда мал ұстайтын мамандар ерте зейнетке шыққаны дұрыс па, әлде бұрыс па? Сау болыңыздар. Сөйлеген Қараторғай, Далакент Береке мал шаруашылығы бастады.